Мен жасым 26-да. Менің негізгі келген мәселем ОКР. Бұл қайталанатын ойлар, ойға жиі келетін және ойды шоғырландырмайтын ойлар. Осы мәселемен Айнұр ханымға келдім. Бұл аурумен 20 жылдай зардап шегіп келемін. Осы ОКР, яғни қайталанатын ойлармен. Бала кезімнен өзімде аңғарғанмын. Сосын бұл қалыпты құбылыс ретінде қарадым оған, бірақ өсе келе бұның қалыпты емес, бұл қандай да бір ауытқу, яғни мидың бір дұрыс емес, ол табиғи құбылыс емес екенін байқадым. Содан кейін бұл ойлар маған ойымды шоғырландыруға кедергі келтірді. Кітап оқығанда, әрі жұмыста да шашыраңқы болды осы ойлармен. Бір жаман ой келіп қалса, бұны дінмен байланыстыратынмын. Солай өзімнен қорқып, Құдайдан кешірім сұрайтынмын. Жақындарыма бірдеңе болатындай осы ойлар арқылы сондай қорқыныш болып бала кезден. Бұл өсе келе дами бастады, күрделене бастады. Сәйкесінше менің уайымым да тереңдей бастады. Бала кезде бұл сирек болатын, арасында келіп кететін. Күніне 1-2 рет мысалы болады. Ал өсе келе 5 минут, 10 минуттай жиіленіп кетті арасы. Бір кассетада ойнаған сияқты қайталана береді. Ол менің еркімнен тыс болады. Зиян келтіреді, шаршатады адамды физикалық тұрғыдан да. Осы себептермен Айнұр Әбдіратылқызына келдім. Бірінші күні оқығанда өзімнің миымның тынышталғанын байқадым. Қайталанатын ойлар сирей бастады, кәдімгідей. Ал екінші күні оқытылғаннан кейін, үйге келгеннен кейін 1-2 рет болды менде сондай ойларды ойлау. Мен өзім миым тынышталып, ұйқым жақсарып, кәдімгідей жақсы жаққа өзгерістер байқадым. Бұрын мен кітап оқи алмайтынмын. Көбінесе менде ой шоғырландыру өте қиын болатын. Осы оқытылғаннан кейін 2 күннің өзінде ақ мен кітаптарға ой шоғырландыра бастадым. Кітап оқи алатындай жағдайға жеттім. Соның ішінде Айнұр ханымның өзінің берген кітаптарын оқыдым. Бір кітабын бір күнде оқып тауыстым. Бұл мен үшін үлкен нәтиже және ләззат алдым оқығаннан. 1-2 күннің өзінде мен осындай өзгерістер байқадым өзімнің бойымдағы. Сол үшін Айнұр ханымға рахмет айтамын үлкен. Келесі өзгерістерді Алла жазса байқайтынына сенімдімін.